Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, қамыры жұмсақ, ауызда еритін, тары қосылған пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Дайындалу жолы өте оңай, видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, сақтап алуды ұмытпаңыздар. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Алдымен тарымызды жақсылап жуып аламыз, оған ыстықтай сүтімізді құямыз, араластырамыз, және де бірнеше минутқа бүктіруге алып қоямыз. Енді пирогымыздың қамырын дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды саламыз, қант қосамыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластырамыз. Қамыр қопсытқыш қосамыз. Ұнымызды қосамыз. Барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Мінекей бізде осындай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымызды тынығуға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға қаймағымызды саламыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Қант қосамыз. Жүгері крахмалын қосамыз. Бүктіріп қойған тарымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пирогымызға нәзік дәм беру үшін азғантай ғана сгущенкамызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мен осындай формамда пісіретін боламын. Форманың диаметрі 24 см. Қамырымыз формамызға жабыспас үшін сары май жағып, немесе пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Қамырымызды формамызға жайып аламыз, жан-жақтарына бортики жасап. Қамырымыздың бетіне дайындап алған салмасын құямыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Дайын болған соң пирогымызды толықтай суығаннан кейін барып кессеңіздер болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты, әрі өте тез дайындалу жолы. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.